Сәлем достар, бүгін сіздермен Мастер KZ каналы. Бүгін маған комментарийде келген сұрақ, яғни Алиэкспресстен берілген тауарлар қашан жетіп келеді деген сұраққа жауап. Бұл жерде қашан жетіп келеді? Әртүрлі товар әр қайсы уақытта жетіп келеді. Оны өзіңіз заказ беріп жатқан товарыңызға қарап анықтасаңыз болады. Демек, мына чехолға көрейік, мына осы чехолды қай уақытқа дейін жетіп келеді. Демек, екі цена берілген 1100 теңге, яғни екіншісі 1600 теңге. Демек, көбіне мынау екінші цена бізге тура келеді, себебі біздің жолымыз ұзақта. Мына біріншісі көбіне Россияға осы ценамен алып барады. Демек, бұл бесплатный доставка екен, міне бесплатный доставка деп тұр. Осы бөлімге кірсеңіз, сізге көрсетеді. Мінекей, қазір бізде супер экономный доставка екен. Қазақстанға мінекей астына жазылып тұр. Міне көрген болсаңыздар, 14 майға дейін жеткіземіз. Ең соңғы күні 14 майға дейін осы товарда жеткіземіз деп тұр. Ал екіншісі мынау екеуі бесплатный доставка екен. Қаласаңыз мынаны таңдайсыз. Бұларды таңдасаңыз болады, бірақ бұларды таңдасаңыз, бұлар уже доставкасы платный. Себебі бұлар басқаларға қарағанда сәл жылдамдау жұмыс жасайды. Мынау 14-23 күннің ішінде, 7-15 күннің ішінде жеткізеді екен. Мынау беріп жатқан заказыңыз берсеңіз, осы службалар сізге 7-15 күннің ішінде жеткізеді. Бірақ ақшасы 43 мың теңге. Сіз 43 мың теңгені төлейсіз, сізге осы 7-15 күннің арасында жеткізіп береді. Демек, бізге бесплатный доставка жақсы, міне тұр екен, 6 майға дейін жеткіземіз деп. Демек, осыны таңдап заказ берсеңіздер болады. Ал сіз заказ беріп қойған товарыңыз болатын болса, сол заказ отправление деген бөлімге өтеміз. Осы жерден өзіңізге заказ берген товарыңыздың қай жерде тұрғанын көруге болады достар. Демек, мен өзім сақал алғанға машина заказ бергенем. Осыны мына подтвердить получение дегенді бассаңыз, сізге заказ берілген товарыңыз осы продавецтің атына түседі. Сіз әлі товарыңыз келмесе, егер срок өтіп кетіп товарыңыз келмейтін болса, спорт деген бөлімді ашсаңыз, сізге ақшаңызды қайтарып береді. 20-25 күннің ішінде, себебі мұны берілген товар шынымен отказ болғаннан кейін олардың базасына түсу керек. Мына осы Алиэкспресстің базасына түседі, сосын сіздерге осыны қайтарып береді. Оған енді қайтармайды ақшаңыз достар. 20-25 күннің аралығында. Сіздер товарыңыз алғаннан кейін получение дегенді бассаңыз, сіздің салған ақшаңыз осы Алиэкспресстің базасына тұрады. Одан кейін барып, осы мына, яғни сатқан осы продавецтің атына түсетін болады достар. Оған дейін сіздің ақшаңыз осы Алиэкспресстің базасына тұрады. Мына жерде тұр мінекей. Ваш заказ отправление дейді. Маған 51 күннің ішінде менің товарым жетіп келуі керек үйіме дейін. Информация о доставка дегенге кірсеңіз, сіздердің товарларыңыз дәл қазір қай жерде тұрғанын көрсетеді. Мінекей қазір бізде 15-17 март күні уже өзінің керекті жеріне қонған екен, бірақ жалпы қай жер екенін анық көрсетпеген, жазылмаған себебі. Мына жерде трек номері тұр. Осы трек номерді копировать етіп алып, телеграм каналдарыңыз болса, телеграмға кіріп, сол жерден Қазпошта бөліміне өтіп, осы трек номерді жазсаңыз, қай жерде тұрғанын сізге, нақты қай жерде тұрғанын сізге көрсетіп береді. Мынау маған айтқан 25 мартқа дейін сіздің товарыңыз қолыңызда болады деп. Әлі уақыт бар, демек, пока күте тұрамыз. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарийға жазып кетіңіздер. Саудагермен сөйлесу үшін связать продавцом дегенді бассаңыздар, сіздерге саудагермен осыны сатқан адаммен сөйлесуіңізге мүмкіндік береді. Түсінбеген жерлеріңіз болса сұрақ қойсаңыздар болады достар. Товарларыңыз қай жерде тұрғанын айтып өттік. Каналға лайк, подписаться басуды ұмытпаңыздар достар.